Жақсы. Енді тағы да айта кетеміз. Мына ғылымда және ғылымның көп салаларында, ол физика болуы мүмкін, химия болуы мүмкін, математика болуы мүмкін, биологияда да кездестірулері мүмкін, санды стандарт түрде жазады. Не үшін жазады? Өйткені өте үлкен сандар мен өте кішкентай сандарды біз оның өте үлкен санды миллион, миллиард деген сандарды сонша нөлмен жазып есептеу орындау оңай емес қой, иә? Сондықтан біз оларды стандарт түрде жазамыз. Стандарт түрде жазу дегеніміз, кез келген ол оң сан болатын болса, оны біз а көбейтілген 10-ның n дәрежесі түрінде жазамыз. Ал кез келген теріс сан болатын болса, оны а көбейтілген 10-ның минус n дәрежесі деп жазамыз. Мұндағы а санның мәнді бөлігі болса, n реті. Дәреже деп айтпаймыз, санды стандарт түрде жазған кезде реті деп айтамыз. Енді қараңыздар, бір мысал қарастырып көрейік. 2005 жылы мәліметтерге сәйкес жер шарындағы халық саны 6,5 миллиард адам болды. 2020 жылдың бірінші жарты жылында ғаламшардағы адам саны 7,8 миллиардқа жетті. Осы уақытта жер шарындағы халық саны қаншаға артқанын есепте дейді. Жауабын стандарт түрде жаз дейді. Енді бұны есептеу үшін бірінші кезекте ретіміз бірдей болу керек. Қараңыздар, мысалға 6,5 миллиард дегенді біз ретін анықтап алайық. Яғни стандарт түрде жазайық. 6,5 көбейтілген 10-ның миллиард дегенде қанша 0 болады? 9. Көріп отырмыз, 9. Мыңда 3 болса, миллионда 6 болса, миллиардта 9. Сонда жай ғана осы 6,5-ның жанына көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі деп тіркеп қоя саламыз. Демек, осының артында 9 0 бар деген сөз. Енді 7,8 деп стандарт түрде жазсақ, 7,8 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі болады. Енді қараңыздар, үлкеннен, яғни қазіргі 2020-дағы есеп бойынша 7,8-ден 6,5-ті азайтамыз. Екеуінде де, қарап отырсаңыздар, екеуінде де 10-ның 9 дәрежесі. Сондықтан ол жақшаның сыртына шығып кетті. 7,8-ден 6,5-ті азайтамыз. 1,3 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі. 9 дәрежесіне. Демек, бізде осы 15 жылдың ішінде халық саны 1,3 миллиардқа артқан екен, Енді қазір мен бұны өшіріп алайын да. Енді қараңыздар, келесі мысал. Юпитерден күнге дейінгі қашықтық 7,8 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі километр. Егер жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі километр секунд екені белгілі болса, жарықтың жылдамдығы өте жылдам екенін білеміз. Өйткені ол бізден күн қаншалықты алыста тұрса да, оның бізге сәулесі жетіп, жер бетін жылтып тұр, сонда міне жылдамдығы қандай екенін біліп тұрмыз. Осындай болса, онда жарық күннен Юпитерге неше секундта жетеді дейді. Неше минутта жетеді деп сұрап тұрған жоқ, неше секундта жетеді дейді. Өйткені міне өлшем бірлікке қараңдар, километр секунд деп тұр. Мына жақта да берілгенде километр деп тұр. Егер километр сағат деп берілсе, бірақ бізден сұрап тұрса, неше секундта жетеді деп. Біздің есебіміз сағатпен шығады, бірақ соңында секундқа айналдырып қоятын еді. Ал бізде қазір өзі секундпен беріліп тұр, және секундты сұрап тұр. Ешнәрсені айналдырудың қажеті жоқ, жай ғана біз қашықтықты табатын формуланы қолданамыз. Яғни ол бізде S тең V көбейтілген T. Енді осы жерде бізде арақашықтығы табу формуласын қолданамыз, бірақ бізде S белгілі міне тұр, V белгілі міне тұр, сонда T-ны табуымыз керек. Біз секунд сұрады, T тең S бөлінген V. Енді қараңыздар, осы жерде енді жаңағыдай бізде дәрежелері, яғни реті, стандарт түрде жазылған санның реті бірдей емес, әртүрлі. Қалай есептейміз?
Міне көріп отырсыздар, 7,8 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі бөлінген 3 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. 3 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесін жақшаға алып жазып тұрмыз. Неге? Өйткені бұл жерде 2 сан тұр. 3 тұр, және 10-ның 5 дәрежесі тұр. Бірінші біз санның негізгі бөліктеріне амалдар қолданамыз. Яғни 7,8 бен 3-ті бөліп аламыз. Көбейту дәрежелері 10-ның 8 дәрежесі мен 10-ның 5 дәрежесі, олар қалай есептелу керек екенін осы уақытқа дейін біз үйрендік. Дәрежелерді есептеген кезде біз негіздері бірдей болатын болса, көбейтілгенде олардың дәрежесі қосылып кетеді, ал бөлгенде дәрежелері азайтылады. Сонда 7,8 3-ке бөлеміз, 2,6 көбейтілген 10-ның 8-ден 5 азайтсақ 3 қалады. Сонда секунд бізде 2,6 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі секундта жетеді. Демек, бұл дегенің өте жылдам жетеді деген сөз. Түсінікті, Иә. Енді қазір жер тас жедім мен. Келесі мысал, бізде Қытайдың жер көлемі 9,6 миллион километр квадрат. Ал халқының саны 1408 миллион адам болса, 1 километр квадратқа орташа тығыздығын есептеді. Яғни, жауабын ондықтарға дейін жуықта дейді. Мысалға, жер көлемі мынандай болып тұр. Ал халықтың саны уже миллиардтан асып кеткен, Бұндай жағдайда біз 1 километр квадратқа қанша адамнан келетінін есепте деп жатыр. 1 километр квадрат дегеніміз қандай жер екенін білеміз, 1 метр квадратты білеміз. Мысалы, 1 километр квадрат деген қандай да бір аудан. Көзіміздің алдымызда елестетсек, осы ауданға қанша адамнан сиятын есепте деп жатыр. Енді мемлекеттің жер көлемін Мемлекеттің жер көлемін стандарт түрде жазайық. Яғни 9,6 миллион километр квадрат дегеніміз миллион, демек оның артында 6 ноль бар деген сөз, 0 бар, Сонда 9,6 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі болады екен. Одан кейін халықтың саны. Халықтың саны бізде егер 1408 миллион деп тұр, бұл жерде 1408 түрінде жазамаймын, стандарт түрге айналдырған кезде бұны 1,408 деп жазуым керек. Сонда көбейтілген 10-ның, мына жерде мен үтірге дейін 3 орын жылжыттым, ол жаңа қанша еді? Миллион еді. 6 ноль болу керек еді. Мына 3-мен қосылып 9 болып кетеді, 9 0 болады. Сонда 9 ноль болады. Халық саны осынша екен. Енді тығыздықты есептеу үшін не істейміз? 1 километр квадратқа қанша адам сәйкес келетінін табу үшін біз общий халықтың санын осы жер көлеміне бөлеміз. Көбейтіп бөлеміз. Сонда жер көлеміне бөлетін болсақ, 1,408 бөлінген 9,6, ол бізде жуық шамамен 0,1466 болып кете береді екен. Ал енді 10-ның 9 дәрежесі мен 10-ның 6 дәрежесін бөлген кезде олар азайтылады, негіздері бірдей болғандықтан. Сонда 10-ның 3 дәрежесі болып қалады. Енді қараңдар, бізде адамның саны 0,146 болып кетіп жатыр. Сондықтан бізде көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі болғандықтан 3 орынға біз үтірді жылжытамыз. Міне, 1-ден кейін біреу жылжытамыз, 4-тен кейін тағы біреу жылжытамыз, 6-тан кейін тағы біреу жылжытамыз. Тағы біреу жылжытамыз. Сонда 146,7 болады екен. 7 болады. Сонда примерно 147 адамнан келеді екен ғой 1 квадрат метр. Түсінікті? Жақсы. Енді қазір осы білім лендтің
бір-екі тапсырмасын орындап көрейік. Қалғандарын өздерің орындайсыңдар. Жарайды. Бүйтеді. Күн жүйесі ғаламшарларының бірі Сатурн. Күнге дейінгі қашықтық 1427 миллион километр. Осы қашықтықты стандарт түрде жаз дейді. Қараңдар. 100 1427 миллион. Миллион дегеннен кейін сен ойлауың мүмкін. Миллионның артында неше нөл бар? 9. Жоқ. Миллионның артында 6 нөл бар. Бірақ қараңыздар балдар. Мына жазғаным менің стандарт түрде жазылған сан емес. Неге? Өйткені бұл 1427 деген санның өзі үлкен сан. Сол үшін мен үтірге дейін бір ғана сан қалатындай жазуым керек. Сонда мен 1 орын жылжытам, 2 орын жылжытам, 3 орын жылжытам. Сонда 1,427 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі болып кетеді? 10-ның өзі 9 дәрежесі болады. Неге өйткені жаңағы 6 дәрежеге үтірді жылжытқан 3 дәрежем қосылып кетті. Сонда 9 дәреже болды. Сонда жауабымыз мынандай болады екен. Қазір көрсетеміз. Міне мына жерде бірнеше жауап тұр. Шатасып бұл жерде басқасын белгілеп қоймаймыз. Бірден кейін үтір... Ой, қазір. Демонстрация. Не ғой андай? Сенсор болғаннан кейін тип кетіп жатырмын да қайта-қайта. Так, ол мына есеппеді. Сонда бізде міне бірден кейін бәрінде үтір тұр екен, дұрыс ол жауаптар. Бірақ жаңағы 6 дәрежемізге үтірді жылжытқан 3 дәрежеміз қосылып кетті. Сонда 1,1427 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі болады. 10-ның 9 дәрежесі болады. Міне тексеріп көреміз. Астына түсіп көрейін қазір. Не дейді екен? Міне бірінші оны миллионды айналдырды. Міне 6 нөлді жазды. Сондықтан міне айтады, үтірге дейін жалғыз бір цифр ғана қалу керек дейді. Сондықтан біз үтірді жылжытамыз дейді. Үтірді жылжытқанда біз 3 орынға жылжыттық. Сонда 1,1427 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі. 10-ның 9 дәрежесі болады. Кеттік, келесі есеп. Адам жасушасының орташа ұзындығы 0,00003 метр. Оның стандарт түрдегі жазылуын көрсетті. Қараңыздар, үтірге дейін бізде неше нөл бар? Жазайық. Үтірге дейін ба? 1 нөл. 1 нөл тұр, дұрыс. Үтірден кейін бізде 4 нөл бар. 4 нөл бар, я. Тең. Енді үтірлерді жылжытамыз стандарт үшін. Мынау өте кішкентай болып тұр ғой біздің жасушамыз, е? Сондықтан бұны қандай да бір мысалыға есептеу орындау үшін немесе қандай да бір деректерді жазу үшін бізге бұлай жазу тиімсіз. Сондықтан біз бұны мына түрде жазамыз. Үтірлерді жылжытамыз. Оңға қарай. Міне 1 нөл бар, 2 нөл бар, 3 нөл бар, 4 нөл бар екен. 4 нөл бар. 4-ке дейін мен жылжытатын болсам 0,3 болып қалады. Бірақ мен стандарт түрде үйтіп жазған маған тиімсіз. 3-ке дейін жылжытам, яғни міне 1, 2, 3, 4, 5. 3-тің өзін аламын да 0,3 деп емес. 3 көбейтілген 5 дәрежесі болады. -5, апай, -5. Ой, -5, Алихан, молодец. Өйткені 0,5 бастап тұрмыз ғой. Міне осылай болады. Қазір көрейік, тексеріп. Міне бізде 0,3 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі дегенде бар екен. Бірақ желательно бүтін сан болған дұрыстар. Негізгі бөлігі бүтін сан болған жақсы. 3 болғаны, 5 болған жақсы. Чем 0,3 болғаннан көрі. Сонда бізде 3 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі деген жауапты алады екенбіз.
5 дәрежесі ясау болады. Міне, тексеріп көрейік. Міне, стандарт түрдегі санның мәнді бөлігінде үтірге дейін жалғыз 3 цифрын жаз. Үтір 10-ға қарай 5 орынға жылжығандықтан 3-ті оның -5-не көбейт дейді. Яғни көбейт жазып қой дейді. Сонда 3 көбейтілген оның 5 дәрежесі метр болады екен. Иә. Түсіндік қой, иә? Иә, апай, түсіндік. Жалпы санды стандарт түрде жазған кезде ол өте үлкен сан болуы мүмкін, өте кіші сан болуы мүмкін. Мұндай жазылуда сандарды біз А көбейтілген оның n дәрежесі түрінде жазамыз. N бұл жерде санның реті деп аталады, яғни ол дәреже, біздің түсінігімізде ол негізді дәреже. Бірақ стандарт түрде жазған кезде біз оны реті деп атаймыз. Ал А ол санның мәнді бөлігі. Санның стандарт түрде үтірге дейін 0-ден өзге тек бір цифрды қалдыруымыз керек дейді. Осыны есте сақтайық. 0-ге дейін тек қана бір цифр қалу керек. 0-ден өзге 0-ді жазудың қажет жоқ. Яғни 0,3 деп жазудың қажет жоқ екен жаңа, иә? Иә. Жалпы бүгінгі тақырып осы. Егер сұрақтар туындайтын болса, видеоны тағы бір рет көріп шығасыздар, немесе WhatsApp-та сұрайсыздар. Қалған ол жерде неше есеп бар екенін мен көрген жоқпын. Уже екеуін шығарып қойдық, иә? Қазір Апай, 9 ба есеп болады, 9 есеп бар екен. Қалған осы жерде көрсетілген 7 есепті біздің сабағымыздың бітуіне әлі 15 минуттай уақыт бар. 15 минуттың ішінде есептеп білімлендке белгілеп қоясыздар. Түсінікті ғой, иә? Тек білімленді істей берейік па, апай? Иә, тек білімленді істей беріңдер. Болыңыз, апай. Тағы сұрақтар туындаса сұрайсыңдар, жарайды ма? Иә, апай. Жақсы, сау болыңдар. Сау болыңыз. Иә. Сау болыңыз. Жарайды.